Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі баяндайтын сахабамыз Халид ибн Зайд ан-Наджари, яғни Наджар тайпасының тумасы Халид ибн Зайд радиаллаху анху. Алла ол кісіге разы болсын. Ол кісі өзінің осы есімінен қарағанда лақабатымен әйгілі болған кісі екен. Оның лақабатын Аллах Тағала батыс пен шығыс арасына сондай бір әйгілі етіп қойды. Аллах Тағала сондай бір бақытты берді. Басқа адамдардан қарағанда оның абыройын бір ісі арқылы Аллах Тағала нәсіп еткен бір ісімен оның абыройын көкке жеткізді дейді. Ол кім? Ол кісі кім еді? Оның лақабаты кім болатын? Ол кісі Абу Айуб ал-Ансари радиаллаху анху. Алла ол кісіге разы болсын. Ал енді ол кісіні сондай атаққа жетелеген қандай іс дейтін болсақ, ол іс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мәдинаға көшкен кезде пайғамбарымыз ең алғаш болып сол кісінің үйіне тұрақтауымен ол сондай бір мәртебеге жеткен еді. Ал ол оқиға қалай болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мәдинаға көшкен болатын. Мәдинаға жақындағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешкімнің үйіне бармады. Мәдинаға жақын жердегі Құба деген жерде 4 күн бойы тұрақтап қалған еді. Сол 4 күннің ішінде Тақуа мешіті деп Құранда келеді. Құба мешітін соқтырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі де сол Құба мешітінің құрылысына қызмет жасап, сол жерде жұма намазын оқып, Мәдинаға қарай кіріп келген болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға кіріп келген кезде алдынан мәдиналықтардың ең беделді, ең атақтылары пайғамбарымыздың алдынан шығып, «Уа Расулулла, біздің үйге қонақ болыңыз. Уа Расулулла, біздің үйге тұрақтаңызшы» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдынан кес-кестеп өтетін дейді. Кейбіреулері түйенің ноқтасына жабысып, «Уа Алланың елшісі, біздің үйге қалыңыз» деп түйенің өздерінің үйіне қарай тартып жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Тоқтаңдар, түйені бос қойыңдар, расында ол Алладан әмір алған түйе, яғни түйе қай жерге барып шөгеді, мен сол жерге тұрақтаймын» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұйырады. Содан кейін түйені өз еркіне жібергеннен кейін түйе өзінің жолымен өзі жүре кетеді. Түйенің алдында тұрып, осы жерге кеп тоқтаса екен деп әрбір адам сондай бір үмітпен күтті дейді. Ал сол үмітпен күтіп тұрған адамның қасынан түйе өтіп кеткен кезде сол кісі өкініштен өзегі өртеніп, кішкене ренжумен қарайтын дейді. Алайда ары қарай ал ондай бақытқа қандай бір кісі жетеді екен деп таң қалып, зер салып, бақылап тұратын дейді. Ал түйе ешкімге қарамай өз жөнімен жүре беретін. Аз уақыттан кейін ол түйе Абу Айуб ал-Ансаридің үйінің қасындағы бір бос орынға барып шөгеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол түйенің үстінен түспеген болатын. Аз уақыт жатып түйе орнынан қайта тұрып, басқа бағытқа қарай жүре бастайды. Сөйтіп, қайта тоқтап, қайтадан артына қайтып, екінші рет дәл алғашқы жатқан орнына барып түйе шөгеді екен. Сонда барып Абу Айуб ал-Ансари жүрегі орнығып, жүрегі қуаныштан жарылардай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп, «Қош келдің Алланың елшісі» деп пайғамбарымыздың жүктерін иығына арқалап үйіне қарай жөнелген болатын. Сонда ол пайғамбарымыздың жүктерін көтеріп жатқанда дейді, сондай бір сезімде болды. Дүниенің барлық байлығын иығына артып, қуанып үйіне қарай жүгіріп бара жатқан болатын дейді. Сондай бір сезімді арқалап кетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қонақ ретінде дайындап қойған өзінің бөлмесі болатын. Ол кісінің үйі 2 қабат болатын дейді. Сол 2-ші қабатынан пайғамбарымызға бір бөлме ажыратып, осында пайғамбарымыз қонақ болады деп алдын ала дайындап қойған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сол үстіңгі қабатты ұсынған кезде пайғамбарымыз, «Жоқ, бізге астыңғы қабат ыңғайлы болады» деп сол жерге
тұрақтауды ұйғарды. Абу Айюб әл-Ансари да оған келісімін беріп, сол жерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды орналастырған болатын. Сөйтіп, кеш батып, түн болғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің орнына барып жатады. Ал Абу Айюб әл-Ансари өзінің жұбайымен бірге жоғарғы қарай шығып, жоғарғы қабаттың бөлмесіне кіріп, есігін жапқаннан кейін әйеліне қарап, өзінің аузын басып, біз не істеп қойдық дейді. Сонда жұбайы не істеп қойдық деп ол да таңғалады. Сонда Абу Айюб әл-Ансари айтқан екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам астыңғы қабатта жатып, ал біз Алланың елшісінің үстіне шығып кетеміз ба? Ол кісінің үстінде қалай жүреміз? Және ол кісіге Алла тағала тарапынан уахи келеді. Сол уахи екеуінің арасына кедергі болып біз жүреміз ба дейді. Осыны ойлап, түнімен олар ұйықтай алмай шығады. Және пайғамбарымыздың үстіне өтіп кетпейік деп, өздерінің бөлмелерінің қабырғаларының шетіне барып жатып алған екен. Ертесі күні таң атқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасына келіп, о Алланың елшісі, жұбайымызбен екеуміз таң атқанға дейін көзімізді ілмей шықтық дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не болып қалды? Қандай жағдай себепті дейді. Сонда Абу Айюб әл-Ансари жаңағы түндегі өзінің ойын жеткізіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға баяндағанда, пайғамбарымыз, сен ондай нәрсені көп көңіліңе алма. Расында бізге қонақ көп келеді, сондықтан қонақтарға ыңғайлы болсын деп, біз астыңғы қабатты шештік дейді. Осыдан кейін дейді Абу Айюб әл-Ансари өзінің сөзін жалғастырады, пайғамбарымыз біраз уақытқа дейін астыңғы қабатта тұрақтаған болатын. Сондай бір күн келді, күн қатты суық болатын дейді. Түнгі уақытта жұбайымыз екеуміз жоғарға тынығуға шықтық. Енді төсегімізді салып жата берген кезде қасымызда су құйылып тұрған бір ыдыс болатын. Соны шалш басып, ыдысты аударып алдық. Ыдыс жерге құлап, сынып, ішіндегі суының бәрі жерге төгілді дейді. Сосын біз абдырап не істерімізді білмей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үстіне су тамбасын деген ниетпен өзіміздің жалғыз ғана жамылғышымыз болатын соны жерге сүртіп суды сора бастадық дейді. Сөйтіп сондай бір қиын бір түнді өткіздік. Түн суық болғаннан кейін жамылатын көрпеміз су болғандықтан біз ұйықтай алмай шықтық дейді. Осы оқиғаны таңертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға баяндап, расында біз сіздің үстіңізде жүргенді ешқашан қаламаймыз, бізге ыңғайсыз екен деп пайғамбарымызға жеткізгенде, пайғамбарымыз екінші қабатқа өтуге бел буып келісімін берген екен. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісілермен бірге 7 ай бойы қонағында болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы 7 ай ішінде түйенің шөккен жеріне қазіргі Мәдинадағы Әл-Харам мешіті, сол мешітті соқтырады екен. Және соның жанынан арнайы бөлмелер жасап, сол бөлмелерге 7 айдан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көшеді. Сол бөлмелерге көшкеннен кейін енді Абу Айюб әл-Ансаридің қонағы емес, ол кісінің көршісі болып қалды дейді. Неткен керемет көршілер деп баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісінің үйінде болған кезде ешқашан жатырқаулық бір сезімі болмайтын, өз үйіндей рахат бір сезімде болатын дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху осы Абу Айюб әл-Ансариге байланысты бір оқиғаны былай баяндап береді. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анхудың қарны қатты ашып, жейтін еш нәрсе таппағаннан кейін жолға шығады дейді. Яғни мақсаты жолдан біреуге жолығып қалып, кішкене құлқынынан өтетін бір нәрсені ас қылу болатын. Ал оның шыққан уақыты тал түс уақыты болатын. Яғни күн шыжып тұрған уақыт, ол уақытта көшеде ешкім жүрмейтін дейді. Жолға шығып мешітке келген кезде мешіттің қасында Хазірет Омар радиаллаху анхумен жолығып қалады. Сонда Хазірет Омар радиаллаху анху: "Ей Абу Бакр, бұндай уақытта сені көшеге шығарған не нәрсе?" дейді ғой. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху шындығын айтып, "Менің қарным қатты ашты, жейтін бір нәрсе табылып қалады ма деген ниетпен көшеге шыққан едім" дейді. Сонда Хазірет Омар радиаллаху анху да: "Мені де көшеге алып шыққан нәрсе
осы нәрсе болатын деп екеуі сөйлесіп тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп қалады. Пайғамбарымыз ол кісілерге қарап, күннің ыстық уақытында, демалатын уақытта сендерді көшеге шығарған не нәрсе деген кезде, қарнымыз ашқандықтан құлқынымыздан өтетін бір нәрсе табылады ма деп көшеге шыққан болатынбыз деп пайғамбарымызға жауап береді. Пайғамбарымыз да Алланың атымен ант етейін, менің де негізгі шыққан мақсатым сол болатын деп, әлгі екеуін менімен бірге жүріңдер деп ертіп алып кетеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісілерді Абу Айюб әл-Ансаридің үйіне алып барады. Абу Айюб әл-Ансари үнемі күн сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арнап тамақ пісіріп дайындап қояды екен. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Айюб әл-Ансаридің күнделікті дайындайтын уақытынан өте қатты ерте барып алған болатын. Яғни тал түстің уақыты ғой. Сөйтіп Абу Айюб әл-Ансаридің есігін қаққан кезде, есігін оның жұбайы ашады. Абу Айюб әл-Ансари жоқ па деп пайғамбарымыз сұрайды. Өзінің бақшасында құрмасымен айналысып жатқан, құрмаларын баптап жатқан Абу Айюб әл-Ансари пайғамбарымыздың дауысын ести сала жүгіріп келіп, пайғамбарымызға және оның қасындағы ардақты екі сахабаға сәлем беріп, ішке кіріңіздер дейді. Сөйтіп Абу Айюб әл-Ансари өзінің құрма ағашына барып, өсіп тұрған құрмасының ішіндегі ең жақсысын, яғни бір жаны құрғап тұрған, бір жаны сулы болып тұрған ең көркем құрмасын кесіп алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына алып келеді. Сонда пайғамбарымыз: біз сенен бұл нәрсені қалаған жоқ едік. Арасында бізге сол жерге төгіліп қалған, кеуіп кеткен бір құрмаларыңда жарайтын еді деп пайғамбарымыз өзінің ілтипатын көрсетеді. Сонда Абу Айюб әл-Ансари: жоқ, мен сізге ең жақсы болған нәрселерді беруді қаладым дейді. Және сіздер үшін бір нәрсені бауыздап, яғни бір қойды бауыздап, асқа кірісуді қалаймын дейді. Сонда пайғамбарымыз: егер соятын болсаң, сүт беретінін сойма, яғни сүтті болғанын сойма деп пайғамбарымыз бұйырады. Сосын Абу Айюб әл-Ансари бір лақ сойып, етін асып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына ұсынады. Пайғамбарымыз әлгі еттің кішкене бір бөлігін алып, бір нанның үстіне қойып, Абу Айюб әл-Ансариға тапсырма беріп, мынаны тез арада Фатимаға жеткіз. Расында Фатима да осындай асты көрмегелі біраз күн болды. Ол аш құрсақ жатыр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің қызына бір бөлігін жолдап жіберген екен. Сөйтіп тамақ желініп біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алладан берілген нығметтерді санай бастайды. Кепкен құрма, сулы құрма, өте тәтті құрма, нан, ет деп барлық нығметтерді санап келе пайғамбарымыз жылап жіберген екен. Сөйтіп қасындағы сахабаларына: расында осы нығметтердің барлығынан қияметте сұраласыңдар. Егер сендердің алдарыңа осындай бір нығмет келіп жатса, міндетті түрде Алланың атымен бисмиллахир-рахманир-рахим деп жеңдер. Ал егер жеп қарындарын тойғаннан кейін Аллах тағалаға альхамдулилля деп Аллах тағалаға мадақ айтып, осындай нығметтендіріп қойған Аллах тағалаға сансыз шүкірлер болсын деп Аллах тағалаға шүкіршілікпен тұрыңдар деп пайғамбарымыз өсиет еткен екен. Абу Айюб әл-Ансари өзінің өмірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бастап Муауия радиаллаху анхудың халифалығына дейінгі аралықтағы барлық соғыстарға қалмай қатысқан кісілердің бірі екен. Ол кісі өмірінің соңына жақындаған кезде, яғни 80-ге таяған шағында үлкен тағы бір ерлігін көрсетеді. Муауия радиаллаху анху өзінің ұлы Язидті әскер басшысы етіп тағайындап, Константинополды, яғни Истанбулды алу үшін әскермен жасақ құрып, өзінің ұлын сол жаққа қарай жолдайды. Сол жолданған әскердің ішінде Абу Айюб әл-Ансари де бар болатын. Сол кезде оның жасы 80-де еді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар: Константинополды алған басшы қандай жақсы басшы, ол жердегі әскер қандай жақсы әскер деп пайғамбарымыз мақтаған. Сол мақталған бір әскердің қатарында болып қалайын деген ниетпен ол да соғысқа аттанған екен. Оның қарттығы, оның сондай жасқа келіп қалғандығы қылыш ұстауына кедергі жасаған жоқ дейді. Солай жолға шығып,
Константинополға мұсылман әскерлері жеткен кезде Абу Айуб Аль-Ансари ол соғысқа толығымен қатыса алмаған болатын. Ол қатты ауырып төсек тартып қалады. Төсек тартып жатқан кезде сол кездегі әскер басшысы Язид ол кісіге келіп, «Уа Абу Айуб, не қалайсыз? Қалауыңыз не?» деп ол кісіден сұрайды ғой. Сонда ол кісі, «Менің қалауым мұсылман әскерлеріне менің сәлемімді жеткіз. Оларға былай деп айт. Олар барлық күш-жігерлерін салып Константинополға шабуыл жасасын. Сол Константинополдың сол жердегі ең алғашқы тұрған қабырғаға дейін өздерінің күштерін бекемдікпен жұмсап барсын, және өздерімен бірге мені де алып жүрсін. Өздерінің шама шарқы жеткен жерге барып, менің денемді жерлесін» деп тапсырған екен. Ол кісінің тапсырысы бойынша сол жерде ауруынан көз жұмғаннан кейін мұсылмандар сол кісінің денесін Стамбулдың қабырғаларының астына жерлеп, сол жерге денесін тастап кеткен екен. Аллах Тағала ол кісінің арманын осы дүниеде осылай жеткізді. Қияметте де Аллах Тағала ол кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қонағы қылуды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көршісі болуды нәсіп етсін. Альхамдулилlah, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.